Реактив емес, проактив бол. Қандай болсаң, солай көрін, немесе қалай көрінсең, сондай бол. Мәулана. Проактив дегеніміз сыртқы ықпалдың әсеріне елігіп кетпей, адам өзінің ішкі құндылықтарын берік сақтап өмір сүру әдебі. Мысалы, балапан уақыты толып, жұмыртқа жарып шыққанда ғана әрі қарай өмір сүре алады. Егер уақыты толмай жұмыртқа сыртқы ықпалдың әсерінен жарылса, балапанның тіршілігі сол мезетте тоқтайды. Ықпалды күш сыртта емес, іште болғанда ғана адам өзінің дербес өмірін сүре алады. Жан дүниесі бай, ішкі құндылығы берік жандар өздерін өзгелерден биік көрсетуге ұмтылмайды. Өзгенің сөзінен де, өзінен де қорықпайды. Ешкімнің пікіріне тәуелді емес. Өйткені олар өздеріне сенімді. Олардың арқа сүйер тірегі ішкі берік құндылықтары. Сондықтан олар ешкімге еш нәрсені дәлелдеуді қажет етпейді. Олар не жасаса да біреумен бәсекелесіп, ат оздыру, мықтылығын дәлелдеу үшін емес, өзі үшін һәм іштегі берік құндылықтары негізінде жасайды. Олар алдына қойған мақсатына жетпесе де, жасалып жатқан істен, яғни процестің өзінен ләззат алады. Нәтижеден бұрын амалдан бақыт табады. Мұндай адамды байлық та, кедейлік те өзгерте алмайды. Олар байлық пен биліктің буына масаттанбайды. Қарапайымдылығынан жаңылып, адамдығынан адаспайды. Кедейлікке ұшыраса, өмірден түңіліп кетпейді. Қатардағы қара жұмысты істеуге арланбайды. Өйткені олардың мінезі сыртқы ықпалдарға тәуелді емес, өзіндік ішкі берік құндылықтарға қаланған. Ішкі құндылық дегеніміз адамның адамгершілік өзегі, ал адамгершіліктің өлшемі жаратқанның қалауына сай ғұмыр кешу. Ынта ықыласыңды бір Алланың ризашылығына қарай реттеу. Әрдайым Алланың назарында екеніңді сезіну, яғни ықылас мақамы. Пенде ішкі құндылықтары мықты болмаса, өмірдің қалтарыс бұлтарысында жол таппай адасып қалады. Ішкі құндылықтарына берік сүйенген адам ғана қоршаған ортаның үдемелі өзгерістеріне төтеп бере алады. Ішкі құндылығы мықты адам өз ісін сапалы, тиянақты жасайды. Мұндай адамға ауа райының қолайсыздығы немесе ақысының аздығы секілді сыртқы факторлар әсер етпейді. Нендей жағдай болса да істі сапалы атқарады. Немесе сапасыз жасаудан бірден бас тартады. Өйткені оның ауа райы өз ішінде сыртқы құбылмалы санаға тәуелді емес. Яғни өмір сүру әдебі ішкі құндылығына айналған адам қай жерде, қандай қоғамда болсын, өз орнын тауып өмір сүреді. Мейлі, ол өз үйінде болсын, я болмаса ешкім жоқ айдалада жүрсін, ішкі тәртібінен айнымайды. Жалғандықты көрсе, рухы мазасызданады. Өкінішке орай, қазіргі күні көше, қоғамдық орындар, табиғат аясы қоқысқа толып қалуы адамдардың ішкі құндылығының жоқтығынан. Жоғарыдағы әрекет бұқараның ең қарапайым тазалық құндылығын бойына дұрыс сіңіре алмағандығынан туындап отыр. Олар үйін, киімін, ауласын, көлігін таза ұстауы мүмкін. Мұның өзі ішкі құндылықтан емес, ұят болмасын, адамдар не дейді деген пенделік, алаңдаушылықтан ғана туған құбылыс. Осы алаңдаушылықты тудырып тұрған сыртқы себептер бой көрсетпеген сәтте тазалық жоғалатындығы сондықтан. Бір жақын танысым болды. Қашан барсам, үйі шашылып жататын. Бұл жағдай үйдің ескі әрі тар болғандығынан шығар деп ақтауға тырысып, кең үйге көшсе, мұнтаздай таза ұстайтын болар деп үміттенетінмін. Кейіннен әлгі танысым кең әрі жаңа үй салып алды. Бірақ мен ол жерден тазалықты көре алмадым. Көп өтпей, жаңа үйінің де шашылып жатқанына куә болдым. Ал керісінше,
басқа бір танысымның ескі үйіне қашан барсам тап-таза, әр нәрсе орнында тұратынын көріп сүйсінетінмін. Демек, кімнің бойында тазалық құндылығы болса, үйдің үлкен-кіші, ескі-жаңасына қарамастан тазалықты сақтайды. Жұмыс үстелін, аяқ киімін, көлігін, тіпті телефонын таза ұстай алмаған адам өмірдің басқа салаларында таза болады дегенге сену қиын. Өзінің үстелін, киім шкафын реттей алмаған адам өз кәсібін ретке келтіре алады деу аңғалдық. Қоғамдық тәртіпті сақтау, өзге адамдардың қақысын құрметтеу, ішкі құндылығы бекем пенде үшін қалыпты жағдай. Ол кісі үшін көше бағдаршамының жұмысы, бейне бақылау, полиция қызметкерлерінің болуы шарт емес. Өйткені ондай адамның бағдаршамы да, қадағалаушы полициясы да өз ішінде. Сол сияқты отбасы өз өмірінің басты құндылығына айналған адам оларға бөлінуге тиіс уақытты басқа нәрсеге айырбастай алмайды. Ал ішкі құндылықтары қалыптаспаған бос кеуде пенделердің басты сипаты сыртқы әсерге реакция берумен ғана шектелетін реактив адам ретінде қалыптасады. Оларға ықпал ететін күш сыртқы әлем. Сондықтан олар құбылмалы мінезге ие. Үнемі өздерін дәлелдеуге ұмтылады. Ішкі қалаулармен үйлеспесе де, басқаларға ұнайтын әрекеттер жасауға тырысады. Жағымпаздықты жар етеді. Кімнің тарысы піссе, соған тауық болуға дайын тұрады. Ондайлар сыртқы алаңдаушылықтың салдарынан өз өмірін емес, өзгенің өмірін сүруге мәжбүр болады. Мұндай реактив адамның сипаты ішкі дүниесіндегі бос кеңістікті қымбат материалдық заттармен толтыруға әрекеттенеді. Яғни өз әлсіздігін мансаптың күші, атақтың буымен қалқалауға тырысады. Осы атақ мансап, ақша байлығы жоғалған күні өзінде жоғалтады. Тіпті өңірден түңіліп, күйзеліске ұшырайды. Өйткені олардың тірегі ішкі құндылықтары емес, сыртқы құбылмалы жалған дүниелер болатын. Мұндай адамдар басқалардың қошеметіне, мадақ-мақтауына зәру. Сондай-ақ өзіне бағытталған кез келген сын мен сынақтан өлердей қорқады. Еш нәрсе жасалмаса жасалмасын. Ең бастысы жұрттың сыны мен даттауынан аман болса болғаны. Осыны көңіліне медет тұтады. Реактивті пенделер үнемі ел не дейді, жұрт қате түсініп қалмасын. Дұрыс жасай алмасам, елге күлкі боламын. Ағайын туыстан ұят болады. Тағы басқа алаң үстінде өмір сүреді. Мұндай ішкі қорқыныш келелі іс бастауға, жүйелі жоспар жасауға кедергі келтіреді. Өйткені бар ынта жігері мен қайрат қуатын сыртқы алаңдаушылық ыдыратып жібереді. Біздің қоғамда сыртқы алаңдаудан құтыла алмай, өзіндік құндылықтарды жиыстырып қойып, өзінің емес, өзгенің өмірін сүру жиі байқалады. Адамдардың көбі жоғарыда айтқанымыздай, сыртқы алаңдаушылық салдарынан банктен кредит алып, қарызға белшеден батып, дүркіретіп той жасайды. Егер ішкі құндылық басым болғанда, мұндай кіріптарлыққа ұрындыратын әрекетке бармас еді. Керісінше, үлкендердің бата тілегін алып, көрпесіне қарай көсіліп, шағын ғана той жасар еді. Мәулананың қандай болсаң солай көрін, немесе қалай көрінсең солай бол дегені қандай керемет айтылған. Жұрт не дейді деген қорқынышпен ел десе екен деген мақтангершілік әрдайым өз болмысынан ажыратып, қандай болсаң солай көрінуге кедергі келтірері анық. Бұл түсінік өзіңнің емес өзгенің қалағандай өмір сүруге итермелейді. Нәтижесінде сен болудан қаласың. Уақыт сүзгісінен өткен ішкі құндылығың терең ой, таза ақыл, ыстық қайрат негізінде қалыптасқан болса, елдің сен туралы не ойлайтыны маңызды емес. Хам елдің сөз үшін алаңдап қорқудың, ұялудың қажеті болмас еді. Ежелгі ғұламалардан жеткен сөз бар. Жасап жатқан ісіңе ұлы жаратушы риза болғаннан кейін, бүкіл әлем қарсы болса да, ондай қарсылықтың еш зияны жоқ. Ал керісінше, барлық адам риза болып, жаратқан ол ісіңді дұрыс
көрмесе, ондай ризашылықтың да еш пайдасы жоқ. Кейде қарапайым әрекеттің өзін жасауға сыртқы алаңдаушылық бөгет болып жатады. Мысалы, басшының алдына барып, мына бір мәселені көтерсем, қате түсініп қалмай ма, деп қандай да бір қателікті айтуға батылың жетпей жатады. Көптің алдына шығып, сөз сөйлеуге қысылып, тартыншақтауға да себеп осы сыртқы алаңдаушылық. Абай атамыздың көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның дегені дәл осы реактивті көзқарас. Қандай да бір істі жасауға сыртқы алаңдаушылығыңыз кедергі келтіріп тұрса, өзіңізге мен жасайын деп тұрған ісім дұрыс па, әлде теріс пе деп сұрақ қойыңыз. Егер дұрыстығы мен қажеттілігіне көзіңіз жетсе, ешкімнің сөзінен де, өзінен де қорықпаңыз. Ниеттенген жұмысыңызды бастаңыз. Адамдардың бәріне ұнау мүмкін емес. Баршаға жағуға міндетті емессіз. Адам бар жерде түрлі ой да, пікір де болады. Қарсы пікір айтатын, басқаша ойлайтын адам әркез табылады. Бастысы өз құндылығыңа сай өз өміріңді сүру. Біздің кез келген әрекетіміз дұрыс құндылықтарға негізделіп, түзу өлшемдердің тезінен өткен кезде ешкім бізге теріс ықпал ете алмайды. Біз өзіміз түзелгенде, адамдардың біз жайлы сөздері де, өздері де кері әсер етпейтін болады. Бұл жайлы Құранда: «Уа иман келтіргендер, сендер әуелі өздеріңді түсеңдер, өздерің дұрыс жүріп, тура жолда болсаңдар, өмірде өздерін жоғалтып, адасқандар сендерге кесірін тигізе алмайды». Бірақ өз құндылығымен өмір сүруді бетбақтықпен шатастырып алмаңыз. Егер жасап жатқан ісіңіз қате һәм шынымен де ұят тірлік болса, онда кешірім сұрап кері шегініңіз. Өйтпегенде ұятсыздық бетбақтық болады. Сіздің өміріңіз шектеулі. Сондықтан оны басқалардың өмірін сүру арқылы босқа өткізбеңіз. Сізді басқалардың ойымен өмір сүруге итермелейтін домғалық тұзаққа түсіп қалудан абай болыңыз. Ішкі үніңізді басқа адамдардың ой пікірінің шуылы тұншықтырып тастамасын. Оған әсте мүмкіншілік бермеңіз. Ең бастысы, жүрек үні мен ішкі түйсігіңіз бойынша әрекет етуден қорықпаңыз. Өйткені жүрегіңіз сіздің кім болғыңыз келетінін жақсырақ біледі. Стив Джобс. Жүсіп пайғамбар ғибраты. Құранда баяндалған Жүсіп пайғамбардың ғибратты ғұмырын оқығанда, оның қандай жағдайға тап болса да, тура жолдан еш таймағанын, Алласымен әрдайым бірге болғанын байқаймыз. Юсуф сүресінің 5 жерінде Жүсіп пайғамбарға қатысты Алланы көріп тұрғандай жақсылық жасайтын ізгі жан екендігі айтылады. Жақып пайғамбардай әкенің ерекше мәпеліп өсірген баласы Жүсіп әуелі өз бауырларының қызғанышы салдарынан айдаладағы құдыққа тасталады. Жолай аялдаған керуен құдықтың ішінде жападан жалғыз қалған жас бала Жүсіпті көріп, өздерімен бірге ала кетеді. Бірақ оны Мысыр базарына апарып, құл ретінде арзан бағаға сатып жібереді. Оны патшаның ықпалды бір уәзірі бір пайдасы тиер немесе өзімізге бала етіп алармыз деген ниетпен сатып алады. Тағдырға қараңыз. Кеше құл дәрежесіне түскен Жақыптың сүйікті ұлы енді міне уәзір сарайында. Шем дегені алдында, киім дегені үстінде. Бірақ сарайдың мұндай сән салтанатты өмірі Жүсіпті тура жолдан тайдырып, Алласынан алыстатқан жоқ. Оған дәлел, сұлулығына көз тоймайтын сымбатты жігіт Жүсіпті уәзірдің әйелі оңашада төсек қатынасына шақырып азғырғанда, ол Құдайдан қорқамын деп ойнас жасаудан бас тартады. Айтқаны бұлай қоймаған әйелдің бұйрығымнан бас тартсаң, зынданға тасталып қор боласың деген қатал шартына да, мен үшін сіз ұсынған харам істен зынданға қамалғаным әлдеқайда артық дейді. Сөйтіп, ол зынданға тасталады. Жүсіптің сарайдағы сән салтанатты өмірі әп-сәтте қараңғы қапасқа айналып шыға келеді. Бірақ та Жүсіпті зынданның ауыр өмірі өзгерте алған жоқ. Алламен байланысы күшеймесе әлсіремеді. Керісінше,
Ол зынданда бірге жатқан жандарға құдіретті жаратушыны түсіндіреді. Ақыреттегі мәңгілік өмірді естеріне салып, жақсылыққа шақырады. Қысқасы, ол зынданды медресеге айналдыра білді. Жанындағы серіктері Жүсіп пайғамбарға сен ізгілікке жаны құмар жақсы адамсың деп куәлік бергенін байқаймыз. Кейіннен Мысыр патшасы түсінде көрген 7 семіз сиыр, 7 арық сиырды жеп жатқан оқиғаны әуелі 7 жыл молшылық, сосын 7 жыл жұт болады деген. Сол себепті молшылық жылдары көп астық жинап, одан кейінгі 7 жыл жұттан аман шығу керек деп жориды. Осы жағдайдан кейін Жүсіп пайғамбар толық ақталып, бостандыққа шығады. Жай ғана шығып қоймай, патшаның қазынашысы болады. Елдегі ең ықпалды адамдардың біріне айналады. Сөйтіп, жұт жылдары баяғыда өзін құдыққа тастаған бауырлары Жүсіптен көмек сұрап келеді. Олар оны танымаса да, Жүсіп оларды бірден танып, ағаларының қиянатын кешірді. Ұзақ жылдар жырақ қалған қарт ата-анасының қасына алдырады. Осындай сәтте Жүсіп пайғамбардың жанымды мұсылман күйінде алғайсың, һәм салиқалы жандар қатарына қосқайсың деп жасаған дұғасы оның Алламен терең байланысы болғанын білдіреді. Осы хикаяда айтылғандай, Жүсіп пайғамбарды айдаладағы қараңғы құдықта, құл болып базарда сатылуда, сарайдағы сән салтанатты молшылықта, бірнеше жылғы қараңғы зынданда, кейінгі өміріндегі қолына тиген зор билікте өзгерте алған жоқ. Түзу жолдан шатасып, адасқан жоқ. Қиыншылыққа күйзеліп, молшылыққа мастанбады. Билікпен бөлінбеді, атақпен алданбады. Ол нендей жағдайда, қандай халде жүрсе де, әрдайым Алласымен бірге болды. Қысқасы, Жүсіптің ғибратты ғұмыры өмірдің қалтарыс бұлтарысына қарамастан ішкі құндылықпен өмір сүрудің, тура жолда тұрақты болудың жарқын үлгісі іспеттес.